Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен осындай духовкасыз пісірілетін пиццаның рецептісімен бөлісемін. Әрі өте тез, 7 минутта дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ерекше дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді тестасына кірісеміз. Ол үшін табамызға ұнымызды електен өткізіп, салып аламыз. Енді ұнымыздың үстіне шым-шым тұз және 1 немесе 2 қасық қант қосып жібереміз. Және жарты шай қасық разрыхлительді қосып, құрғақ массаны араластырып аламыз. Енді осы массамыздың үстіне суымызды құйып, қамыр елейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ, жабысқыш болады. Бір шетке бетін жауып, бір шетке алып қоямыз. Енді пиццамыздың соусына кірісеміз. Ол үшін 1 немесе 2 помидорымызды блендерге салып аламыз. Менде осындай замороженный, ол да жарай береді. 1 шай қасық базилигімізді салып, үстіне тұзымызды және қантымызды салып аламыз. Енді осы массамызды блендермен жақсылап араластырамыз. Енді алып қойған тестамызға кірісеміз. Жайлап қолымызбен жайып аламыз. Оқтаудың немесе қолыңыздың күшімен өзіңіздің табаңыздың өлшеміне сай етіп, қамырды жайып аламыз. Енді табамызды орташа ыстық отқа қойып, табамызға саламыз. Табаның астына май құюдың қажеті жоқ. Осы қамырымызды енді 2-3 минут көлемінде пісіреміз.
2-3 минутта қамырыңыздың асты сәл қаттыланған кезінде екінші бетіне айналдырамыз. Екі-үш минут өткеннен кейін көріп, осылай аударып аласыздар. Енді осы тұрған күйінен жаңағы дайындаған соусымызды және үстіне қоятын начинкаларымызды жайғастырып аламыз. Енді сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Осы үккіштен өткен сырымыздың 3-тен 2 бөлігін жаңағы табадағы пиццамыздың үстіне жайғастырып шығамыз. Негізі пиццаның начинкасына өзіңізде бар заттарды қолдана берсеңіздер болады. Менде тауық еті, тауықты немесе колбасамен алмастырсаңыздар да болады. Енді бетіне помидорларымызды, қызанақтарымызды қойып шығамыз. Бұл да өз қалауларыңыз бойынша, және де оливки немесе маслины қоссаңыздар болады, ал маған ол керек емес. Осылай 1-2 минуттай қақпағын жауып пісіріп аламыз. Одан кейін жаңағы қалған сырымызды үстіне салып аламыз. Енді крышкасын жауып 5-6 минуттай пісіреміз. Пісіріп болдық. Енді бетін ашық күйде және 2-3 минуттай пісіреміз. Сонда суы тартылып, әдемі болып шығады. Міне осындай табада духовкасыз 7 минутта өте тез пицца дайын болады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі мен сіздермен өте көптеген дәмді, ерекше астың рецептісімен бөлісетін боламын.